Қуырылған лаваш ішіндегі жұмыртқа, пияз, қызанақ және ірімшік. Бұл тез әрі дәмді лаваш тағамы таңғы асқа немесе жеңіл кешкі асқа керемет жарасады. Қызанақ пен пияздың хош иісі, жұмыртқа мен еріген ірімшіктің нәзіктігі, бәрі бір жерде. Құрамы: 2 дана лаваш, 1 орташа пияз, 1 орташа қызанақ, 2 жұмыртқа, 50 ірімшік, моцарелла, гауда немесе сүйікті ірімшігіңіз, 1 ас қасық өсімдік майы, тұз, қара бұрыш, дәміне қарай. Жасыл шөптер, қалау бойынша. Дайындау әдісі: 1 көкөністерді дайындау. Пиязды ұсақтап турап, қызанақты кішкентай текшелерге кесіңіз. 2 қуыру. Табаны қыздырып, 1 ас қасық май құйыңыз. Пиязды алтын түске енгенше қуырып, қызанақты қосыңыз. Тұз, бұрыш қосып 2-3 минуттай қуырыңыз. 3 лавашқа салу. Ыстық лавашты табаға жайыңыз. Қуырылған пияз бен қызанақты үстіне қойыңыз. 4 жұмыртқа мен ірімшікті қосу. Бөлек ыдыста жұмыртқаны аздап араластырып, лаваштың үстіне құйыңыз. Үгітілген ірімшікті себіңіз. 5 жоғарғы қабатты жабу. Үстіне тағы 1 лаваш жауып, аздап басыңыз. Орташа отта 2 жағында қызарғанша қуырыңыз. 6 дайын тағамды беру. Лавашты кесіп, жасыл шөптермен безендіріп, жылы күйінде ұсыныңыз. Кеңестер: лавашты жіңішке емес, қалың түрінен таңдасаңыз, тағам формасын жақсы ұстайды. Қосымша дәм үшін ішіне сарымсақ немесе дәмдеуіштер қосуға болады. Майонез, қаймақ немесе сүйікті тұздықтарыңызды жанында берсеңіз, одан да дәмді болады. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз және арнаға жазылыңыз.